Диана неге түнде мен дайынмын деп сыбырлайды. Бұл үйге түскен әр келін тірі қалмайды. Оны күштеп ұзатқан, бірақ ол жалғыз қайтпады. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер. Алда сіздерді өте қызықты, қорқынышты және сапалы видеолар күтіп тұр. Қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Мектеп ауласында соңғы қоңырау соғылады. Ақ бантик таққан, арманы көп Диана сыныптастарымен қоштасып, болашаққа үмітпен қарайды. Кешкісін үйіне жалғыз қайтып келе жатады. Ауыл іші тыныш, бірақ жол шетінде көлік тоқтап тұр. Бұл байдың баласы болады. Алғашында жай сөйлескендей болады, бірақ бір сәтте бәрі өзгереді. Диананы күштеп көлікке отырғызып әкетеді. Сол түні оның өмірі мәңгіге бұзылады. Диана үйіне таң ата әрең жетеді. Көзінде қорқыныш, ішінде жан айқай. Ата анасына айта алмайды, бірақ ауылға сыбыс тез тарайды. Қыз түнде қайда жүрді? Өзі кінәлі шығар, ақиқат бұрмаланады. Ауылдың ақсақалдары жиналады. Ұятты жабу керек деген шешім шығады. Диана жылап, жалбарынады. Мен оны қаламаймын, бірақ ешкім тыңдамайды. Оны зорлаған адаммен мәжбүрлі түрде ұзатады. Үйлену тойы үнсіз өтеді. Диананың көзі бос. Келін болып түскен соң Диана мүлде сөйлемей қалады. Түнде біреумен сыбырласып жатқандай, кейде өз-өзіне күледі, кейде жылайды. Бір күні көрші кемпір айтады, бұл қыздың ішінде ауыр қайғы ғана емес, басқа нәрсе бар. Таңертең Диананы үйдің ішінде асылып тұрған күйде табады. Бірақ оның аяғы жерге тиіп тұр еді. Жерлеуден кейін бәрі аяқталғандай көрінеді. Бірақ сол түні Болат ұйықтай алмайды. Бір дауыс оны шақырады. Мені жалғыз қалдырдың. Ол есінен адасқандай қабірге барады. Жерді қаза бастайды. Таң атқанда Диананың денесі үйде жатыр. Сол сәттен бастап Болаттың көзі өзгеріп кетеді. Үй ішінде суық орнайды. Айнада басқа бейне көрінеді. Диананың денесі жатқан бөлмеден сыбыр шығады. Болат енді өз-өзі емес, оның даусымен басқа біреу сөйлейді. Ата-анасы имам шақырмақ болады, бірақ жын бұған қарсы. Түн ішінде Болат өз әкесін тұншықтырып өлтіреді. Анасын қуып жүріп аяусыз сояды. Үй нағыз тозаққа айналады. Ауыл имамы келеді. Үйге кіргенде ақ бәрін түсінеді. Ол Болатқа қарсы отырып, Бақара сүресін оқи бастайды. Болат шыңғырады, қабырғалар сықырлайды, терезелер өзінен өзі ашылады. Диананың дауысы естіледі. Олар мені тірідей өлтірді. Имам тоқтамайды. Ұзақ арпалыстан кейін жын әлсірейді. Болат жерге құлайды. Соңғы демінде ол жылайды, бірақ кеш. Үй бос, қан кепкен. Бірақ соңғы кадр. Диананың қабірі қайта жабылған. Бірақ үстіндегі топырақ қозғалып жатыр. Астынан әлсіз сыбыр шығады. Әлі бітпеді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет. Бұл әлі соң емес. Мен тағы ораламын.